Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келіпсіздер. Бүгін мен қызыл мақпал тортының жасалу жолын көрсетемін. Ең алдымен 6 жұмыртқаны 150 грамм шекермен жақсылап араластырып аламын. 400 грамм ұнға 2 ас қасық какаоны араластырып қоямын. Жаңағы жұмыртқаның қоспасына 1 шай қасық қызыл бояуды қосып, жақсылап араластырып қоямын. Сұйық майдан 1 кесені қосып, оған жақсылап ұнымызды қаспен сала отырып, араластырып аламын. Пісіріп алған корждарымды суығанша, енді оның ішіне жағатын кремді дайындаймын. Бұл жолғы кремге мен творожный массадан және де сары майдан пайдаландым. Енді тортты жинақтауды бастаймыз. Ол үшін мен бірінші коржды қойып, оның үстіне кремнен жақтым. Екінші кремін де қойып, дәл солай қаспен кремді салып, жайып жақтым. Үшінші коржды да қойып, оның үстіне қаспен кремін жағып, араластырып алдым. Енді корждың шетінен майдалап, ұсақтап алған торттың нанынан себелеп жабыстырдым. Красный бархат торты әдемі болып шығуда. Енді оның үстіне 1 мандаринді 6 бөлікке бөліп, үстіне әсемдеуге қойдым. Тоңазытқыштан алған құлпынай жидегін де әсемдеп жасап қойдым. Міне біздің қызыл мақпал тортымыз дайын болды. Енді оны 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойдым. Дәмі өте кереметтей болып шыққан қызыл мақпал тортымызды енді кесіп дастарханымызға қоюға болады. Әсіресе мерекелік дастарханның сәнін келтіретін қызыл мақпал тортын жасап көріңіздер. Менің қазақ тілді YouTube арнамның дамуына үлес қосыңыздар. Ол үшін лайк басып, тіркеліп қойсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.